Оқушылар, бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы құлагер поэмасындағы ақан бейнесі. Бүгінгі күнді жазыңдар 31 қаңтар. Сабағымыздың оқу мақсаты көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау. Екі тақтада да тұр. Оқушылар, сіздерге мен үйге ақан жайлы ізденіп келіңдер деген болатынмын, иә? Ақан сері Қорамсаұлы. Солай болса да қазір шағын бейне материалға назар аударайық. Ақан сері Ақжігіт Қорамсаұлы 1843 жылы бұрынғы Көкшетау облысы үлкен Қоскөлдің маңында дүниеге келіп, 1913 жылы сол жерде қайтыс болады. Ол өз заманында ақын, әнші, композитор болған, әкесінің есімі Қорамса, шешесі Жаңыл. Ақан сері жас кезінен өнерімен көзге түсіп, кейін ақындық, әншілік өнері кемелденген соң, алты алашқа аты мәлім сері атанған. Мінекей оқушылар, тағы да мәліметпен таныстық. Енді мен сіздерге қазір ақан бейнесін жан-жақты ашуға байланысты тапсырма беремін. Осы жерде шағын топтарға бөлінеміз, оқушылар. 4 оқушыдан бөлінейік. Бірінші топ ақан тарихи бейне екендігін айтады. Екінші топ ақан трагедиялық кейіпкер, үшінші топ ақан айтыс шебері, төртінші топ ақан композитор. Қазір үйдегі тауып келген мәліметімізді аздап талқылап алайық. 2-3 минут уақыт кететін шығар, өзара талқылап алайық. Тапсырманың дескрипторы кейіпкердің тарихи бейнесін ашасыздар, композитор екендігін, трагедиялық кейіпкер екендігін және де айтыс шебері екендігін дәлелдейсіздер. Үйден мәлімет тауып келді, оқушылар бәріміз. Қазіргі заманда 21 ғасыр барлық мүмкіндіктері бар. Солай жоқ. Талқылап болсақ, оқушылар, бірінші топтан бастай берсек те болады. Бірінші топ дайынсыз ба, тарихи бейне екенін айтуға. Олай болса, бір-бірімізді тыңдайық, себебі бағалайсыздар. Бірінші топты сөз береміз. Ақан тарихи бейне туғаны арқадағы арғын елі, өскені Көкшетаудың шалғын жері деп ақын жырлағандай аты аңызға айланған Ақан Көкшетау өңірінің Қоскөл деген жерінде 1843-1913 жылдары өмір сүрген тарихи тұлға. Бет пердемізді түсірейік, бекзат жарайды. Зілқараның баласы Әлбек Батырдан бір жылда 9 қасқа алған Базаралы деген тазын алады. Осы кезде Ақанның қолына көбей қаралы шөкеті жылқысына шыққан, аты алашқа шыққан құлагер түседі. Құлагер Ақанның талай астарында басқа да аттардан озып жүреді. Осылайша Ақан мен құлагер атты елге жайылады. Ақан 1876 жылы Керей руының Паннұрмағамбет атанған үлкен байы Еремен деген жерде әкесі Сағынайға ас беретін болып, сол асқа Ақан құлагерді бәйгеге қоспақ болып алып барады. Бәйгеге қосылған жүйріктерден дара шығып, жұлдыздай ағып келе жатқан құлагерді бұрыннан Ақан өстесіп жүрген Батыраш деген бай соққыға жығып өлтіреді. Қанатынан айырылған Ақан зары, Ақан қайғысы құлагер деген поэманы туғызды.
өркөкірек пасық балаларға қарсы қарапайым халықтың қайраты жетпейтін және заман шындығын күштер өстемдік жүргізген заман шындығын жақсы, жалпы тарихи бейне екендігі белгілі. Тарихта қалып отыр ғой. Сіздер тарих сабағынан да өтесіздер ме оны? Жақсы. Жарайды, енді Ақан трагедиялық кейіпкер. Сарнайдың астында атынан қапыда айырылып, жүрегі қан жылаған. Ақын Қай асқа? Кімнің астында? Сарнайдың астында. Лагерьер қанатты ғана емес, рухани медеу тұтқан серік еді. Қандай мәліметтеріңіз бар? Құлагердің мерт болумен бірге Ақанның рухани қазаға ұшырады. Құлагер өлгенде Ақан ел бетіне қалай көрінемін депті. Ақанның жан күйзелісі Ақан елінен жерінен безді. Жалғыз өзі елден жырап күй кешті. Құлагердің өлімі жанына аяусыз соққы болды. Қиянат пен әділетсіздіктен жапа шеккен Ақанның халін Ильяс құлазып күзді күні Көкшетаудай қызықтың көшіп кеткен саржайлау деп бейнелейді. Ақан жан жолдасын қолымен өлтіргенде күйінеді. Мал да болса адамнан есті жануарай, шабуға жіберерде салбырап, басын төмен салып, кәдімгідей көзінен жас бұршақта да осы сұмдықтың болатын білген екен ғой деп өкінеді. Жүрегі қарс айрылады. Осы жерде трагедиялық кейіпкер екені айқындалып отыр. Ол несінен айырылды? Жақсы, енді Ақан айтыс шебері екен. Соны Ақан талай арқалы ақындардың тұңғықшасы екен, қара өлеңді орап айтқан өнердің дүлдүлі болған. Ол Жүсіп Төре, Орынбай Телепбай сияқты ақындармен айтысқан, Мәшһүр Жүсіп және Есмағұл Қыдырғабасымен хат арқылы айтысқан, Ақан жұмбақтарда шығарған және табанасыны тауып айтар тапқыр, суырып айтар шешен болған. Ақанның тапқырлығы туралы ел ішінде мынадай әңгіме бар екен. Ақан сенің құлагерден айырылып қайғырып жүрген кезде екен. Қылышбай деген біреу, Сағынайдың астына жүрерінде менің қара шаңырағымнан дәм татып кеткенінде дүлдүлің аман қалатын еді дейді. Содан кейін Ақан сері айтады, қанды сөгінде жүрген Әзіреті әлінің торғы тұлпарының сенің үйіңе кіріп ас ішпегендіктен өлгені ме деп тұтпайырдан сұрақ қояды. Және де Ақан жүрген жерде өте көп деген осындай әңгімелер болған. Жақсы. Жарайсыздар, айтыс шебері екендігін азда болса мәлімет алдық. Енді Ақан композитор, иә? Ақан композитор. Ақын әсем өлеңде жанды жатырата жүрегімді. Өзіретірі құлақ құрышымды қандыра мәлі көмейәнің рығауына іліктеген халық Ақан жанынан кетер емес. Әншіге деген халықтың ықылас пейілі Ақанның дұшпандарының ішін күйдіреді. Ақанның өлеңінің сазына халық ынтыға түседі. Ақанның өлеңдері адалдықты, бірлікті, махаббатты жырлайды. Жақсы, қарай. Ақан нәсіп жалғасқан өнер иесі, бірнеше әннің авторы. Балқадиша, Сырымбет, Штоты, тағы да басқа әндері халық арасында ұмытылмас мұра. Құлагер поэмасындағы ақынның негізгі айтқан өлеу өнердің өшпейтіні, өнерліге өлім жоқ деген тұжырым. Ақын өзінің құлагеріне арнап ән шығарған, яғни өзіне өзі өшпейтіндей мұра қалдырған десек те болады. Жарайсыздар. Енді оқушылар 4 топта өздеріне берілген тапсырма бойынша азды кемді алып келген мәліметті бойынша сөйледі. Енді қазір біз композитор деп кеттік қой, сол композитор екендігіне дәлел, мына жерде құлагерден айырылған кезде қандай ән шығарды? Ақан? Құлагер әнін шығарған екен, сол әнге
тыңдасаңыздар болады, иә, оқушылар. Енді біз хрестоматияда осы құлагер поэмасы берілген, бұл жерде Ақан бөлімін қазір қысқаша үзінді тыңдайық. Мөлдір, мінекей, оқып береді, тыңдап отырайық. Құлагер поэмадан үзінді. Ақан. Бурабай бір таза жері пері жүрген, онда жоқ жын мен сайтан өріп жүрген. Ағашқа атын байлап көлеңкелеп, Ақан ғой анда-санда келіп жүрген. Ақандай осы тауда сері жүрген, су ішіп, тауда шие теріп жүрген. Қайыңдай мінсіз, таудай таза жігіт, көң қоңыр, бұлабыттан жеріп жүрген. Жасынан иеленген баласындай, талпынып көкше тауға, анасындай көліне бетін жуып, ат суарған арқаның бір сиқырлы анасындай. Сұрша тал, сұлу қолдың саласындай, қып-қызыл, қайың қыздың баласындай жамылған жанат ішік, мөлдір сұлу көзіңнің көкші көлі шарасындай. Кіс емес ақын төрде билік айтқан, ұр емес ауыл тұрып ел шулатқан, молда емес мешіт салып секет алып, нәжісін дүниенің бойға жаққан. Жақсы, енді қазіргі тапсырмамызды бағалап кетейік. 3 шапалақ әдісімен бірінші топтың мәліметіне баға береміз, қалған 3 топ. Қанша шапалақ береміз? Яғни 3 шапалағымыз 3 балл болып саналады. Ойлана отырып бағалайық бірінші топты. Екінші трагедиялық кейіпкерді, үшінші айтыс шебер екендігін бірге шапалақтайық. Ал енді төртінші композитор екенін дәлелдеген Мөлдірдің мәнерлеп оқуына да назар аударамыз. Бәріміз де осылай мәнерлеп оқуға тырысайық. Жақсы, олай болса келесі тапсырмамызға көшейік.